Сосын сен болмасын, жалғастыра. Сен тыңдайсың ба, адам тыңдамайсың ба? Жоқ, айта берсең, тыңдап отырмын. Енді қара, сен жаңа айтып отырсың ғой, сүті кетпеген деп. По факту сенің аузынан сүтің кетпеген баласың әлі. Мында жаңа мыс деп отыр ғой, мен сен ешқандай мыс көріп тұрған жоқпын мысалға. Сүрт қойшы болмаса. Сен сүрт қой, вот именно. Мен Асхат, мен сенен қарағанда более нормальным деп өзімді есептеймін жалпы. Сен қазір, сондаймын мен, енді қара, сен қазір отырысының өзі білмеймін, бір сүмірейіп отырсың ба, сәл бір жинақ отырсың хотя бы. Ой, Асхат өзіне сенімді, мен ойлаймын, ешқандай оған күмән жоқ сияқты. Мен Аланды түсінбей жатырмын да. Жоқ, айтамын да, мұнда Алан сенің қай жерің үміткерден артық? Үйтіп айтатындай, сен біреуді түсіретіндей сен мұнда кімсің? Жоқ, мен саған негізі о бастан айтып келгем, сен бағана айтып жатсың ғой, аяулым жылады, үйтіп мен көзімше. Бұл қыз, конечно, актриса, бұл любой нәрсені істеп береді мына жерде. Сен деген осы уақытқа дейін желініп келесің, желініп те жүре бересің. Бүйтіп аяулым артынан жүгіріп қажет емес. Жоқ, баласы ханым, Жанеркен түсінбей тұрмын да. Бұл актриса деп мен істедім Аланға, мен наоборот Аланға сезімімді білдірдім емес пе? Онда тұрған не бар? Болды, арамызда ештеңе болмай қалды. Неге үйтіп айтып жатырсың? Енді білмеймін, не себепті олай айтылып жатыр, бірақ нақты Аланға байланысты айтылып жатқан сияқты. Алан, беретін жауабыңыз бар сияқты. Негізінде енді жаңа айтып отырсың ғой, сенің қай жерің кем деп. Менікі қайта шүкір да, кішкене бір сәл бір бар нәрсе бар да, бізде хотя бы екі аяғым бар, жарайды айтса, хотя бы әңгіменің ашығы. Сосын бұл жерде жаңа айтып отырсың ғой, сен аяулымды айтып отыр ғой, жалпы сезім білдірді деп. Мен де конкретно айтайын. Мен аяулымның осы уақытқа дейін сезімін аша алдым, басқа жігіттерге қарағанда. Осы уақытқа дейін қанша 3 үміткер келді ма? Үшеуі де сиямаған нәрсе мен істедім. Онда неге до конца бармадың сен? Сезімін аша алсаң, неге до конца бармадың? Осы жерде негізі Жанерке, сендер мен үміткер болған кезде, сендер осы жерде көрдіңдер не жағдай болған. Сен айналайын, сен просто алданып жүрдің и все. Құдай самасы мына Аланға не болды? Мен түсінбеймін, аяулымды не сондай көріп отырсыңдар сендер? Аяулым сонда датавандай бір 200-ді бір маска киетін адам деп түсіндір ма? Мен түсінбедім. Жоқ, сен просто розовый очкиңді шеше, Алан. Екеуіңіз, екеуінің әңгімесі бітпейтін сияқты, Құдай самасын Аланға не болды деймін да? Аяқ қол дірілдеп тұрып айтып жатыр ғой, аузынан сүті кеппеген бала дейсің. Аузынан сүті кепкен бала болса, мына жерде отпайтын сияқтысың ғой, сен біртүрлі болып қалатын сияқтысың ғой. Мына жерде екеуінің арасында бір әңгіме бар сияқты. Аяулым мен Аланның арасында бір келісім ба, бірдеңе болған сияқты. Әйтпесе, бұл неге соншалықты өзіне сенімді болып сөйлеп отыр мына жерде? Значит, екеуінің арасында бір әңгіме болған. Сол үшін мына үміткерді қайтарады ғой деген сенімділікпен айтып отыр да бұл жерде отырып. Дұрыс қой, Нұржан, адамның типажы бар, типажына келмейтін адамды мен конкретно тоқтатады деп отырмын, болды. Жоқ, енді аяулымның өзінен сұрайық. Араларыңызда аяқталмаған нәрсе бар сияқты деп жатыр. Жалғастырмайды деген сөздер айтылып жатыр. Нақты, сіз өзіңіз жауап берсеңіз. Баласы ханым, біз даже сөйлеспейміз да ғой. Мен өзімде қазір таңғалып отырмын Аланның сенімділігіне ше. 2 эфирдан кейін жібереді деген сияқты. Мен сізге үміт беріп жүрмін ба, Алан? Бір нәрсе істеп жүр ма, онда неге ондай сенімдісіз? Ешқандай үміт, сезім. Сіз білмесеңіз, онда ақыры өзі, жай өзіне өзі сенімді. Мен негізі просто Баласахан мен бағанан бері не үшін айтып отырмын? Мен білетін нәрсемді айтып отырмын. Бұл жігіттің жалпы үміті ақталмайтынына мен кәдімгідей уверен болып отырмын да. Өйткені бұл жерде бір мен үміткерден кеткеннен кейін бір аяудың бір видеосы бар еді да. Там бородатый бір бәле деп салды да, енді өзінің типажы негізі сондай жігіттер өзі, мен білем да, сақалды жігіттер кішкене сондай да. Мына жігіт енді қасында тем более бала болып тұр, негізі бір білмеймін, бір сестрасы мен бір інісі келіп тұрған ба. Алан, бірақ енді сақалыңыз болмаса да сізбен бір айға таныстық созылды. Бұл жерде сіз қайдан білесіз, олай алдын ала болжамасаңыз? Мен типажына келмесем де Баласахан зато мен аша алдым да қызды негізі. Міне дәл солай жауап беруі де мүмкін, Асхат. Түсінесіз бе? Қазірге отырып қой біз, қазір. Ендіге. Қазірдің өзінде отыр осылай. Сырласуға барасыздар ма? Барақ. Барыңыздар, жақсы. Жақсы, енді мен ойлаймын. Күмән болсын, басқа болсын, бірақ ең бастысы дәл қазір таныстық жалғасып жатыр. Асхат өзіне өте сенімді жігіт көрініп тұр. Сондықтан да жақсы таныстық орын алсын деген ниеттеміз. Енді құрметті көрермен, эфир басында мен өздеріңізге, қатысушылар, сіздерге жобамен қоштасатын жан жайлы айтқан едім.